қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Құдай оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жебірейіл періште уақия келеді. Әй Дәуіт, Тәңірі саған бір ұл нәсіп етеді. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба? дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаппар иемнің әміріне не қылса да ризамын деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып, есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдына қызметке қояды. Бала күні бойы кіріп шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол, деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да, бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт Тәңірісіне: «Уа Жаппар ием, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің. Бұл не хикмет?» деп сұрайды. Ұлық Алла: «Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақ сақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлылықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл тау-тас, аң-құс, 18 мың ғаламға патша қыламын» деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған кермет қалмапты деседі. Осыған орай Сүлеймен де су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасында таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман мен сүлгі беріп, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген сөз Сүлейменнен қалған деседі.